Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз 5-ші сыныптың бірінші тоқсанының бірінші ТЖД-сын жазамыз. Яғни біз бұл тоқсанда 3 бөлімді өттік. Натурал сан және де нөл, натурал сандардың бөлінгіштігі және жай бөлшектер. Мына жай бөлшектер тақырыбын әлі екінші тоқсанда жалғастыратын боламыз, иә? Натурал сан және нөл тақырыбында бөлімшесінде бізде қандай мақсаттарды өттік? Арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешу, натурал сандардың тізбегінің заңдылықтарын анықтау, натурал сандар тізбегіне жеткіліксіз элемент табу. Міне осы тақырыптарды өттік, иә? Ары қарай біз бөлінгіштік қасиетте натурал санның дәрежесін анықтамасын білуді өттік. Көбейтіндінің берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау, енді қай санға бөлінеді? 2-ге, 3-ге, 5-ге, 9-ға, 10-ға бөлінгіштік қасиеттерін өттік. Және де қосындының және айырымның берілген натурал санға бөлінгіштігін талдауды өттік. Және де мәтін есептер шығаруда ең үлкен ортақ бөлігі және ең кіші ортақ есептерді шығаруды үйрендік. Ал жай бөлшектер бөлімінде жай бөлшек ұғымын меңгердік, оны оқи аламыз, жаза аламыз, және жай бөлшектерді қысқартуда бөлшектің негізгі қасиеттерін қолдана алуды үйрендік. Жақсы, ендеше есептерді талдайық. Осы тақырыптарға біз суретке қарап, бірінші сұрақ. Төмендегі тұжырымның шындық жалған екенін анықтап, В белгісімен белгілеңіз дейді. Яғни біз қалай белгілейміз? Біз мына жерде бірінші неше бөлікке бөлініп тұр, соны анықтауымыз қажет. Міне неше бөлікке бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Кешіріңіздер, 14, 15, 16 бөлікке бөлінген. Жалпы осы жерде 15 бөліктің бізге бірінші қызыл түске боялған қажет. Қызыл бізде қанша? 16-дан 3 бөлігі қызыл түске боялған дейді. Міне 1, 2, 3. Жалпы 16 бөлік, 16-ның 3 бөлігі қызыл түске боялған. Яғни бұл шындық. Шындыққа В деп белгісін жазамыз. Келесі фигураның 16-дан 1 бөлігі жасыл түске боялған дейді. Бізде жасыл түс неше балар? 1, 2, 3, 4, 5 бөлік. Демек, мынау жалған. Ары қарай. Фигураның 16-дан 7 бөлігі боялмаған дейді. Боялмағандар санайық. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дұрыс екен, иә? Боялмаған бөлігі 7. Ары қарай. Фигураның 16-дан 9 бөлігі боялған дейді. Так, жалпы боялғандардың санын санаймыз енді. Міне жасылмен, қызылмен, сарымен мағынасы бірдей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бөлігі боялған. Демек, бұл да бір шындық. Демек, сіз міне алғашқы бір ұпайыңызды алдыңыз. Өте жеңіл есеп, иә. Келесі сұраққа қарайық. АН өрнегіндегі N нені білдіретіндігін көрсетіңіз дейді. Бұл дәреженің негізі ма дейді. Егі жазып қойшы. А-ның N дәреже. Мына тұрған N бізде нені білдіреді деп сұрап тұр сіздерге. N нені білдіреді дейді. Бұл көрсеткіші балар. Дәреженің көрсеткіші. Дәреженің көрсеткіші. Бұл негіз бізде А негіз болады. Так, дәреже деп айтамын. Дәреженің мәні емес. Жақсы. Келесі екінші балыңызды алдыңыз. Ары қарай кеттік. Көбейтіндінің және қосындының бөлінгіштік қасиетін пайдаланып, мына өрнектің мәнін табыңыз. Бізде балар қасиет бар, иә? Қандай қасиет бар? Мына жерде қасиет бойынша балар 102-ні тек қана 6-ға бөле аламыз, иә? 102-ні 6-ға бөліп жаза аламыз ғой, иә? 102-ні бөлеміз 6-ға, көбейтеміз, x, y-ті жаза береміз. Так, 6-ға бөлетін болсам, қаншадан берем?
1, 7. Сонда мына 102-ні 6-ға бөлем 17 және x y-ін басына қосып жаза саламын. Міне алғашқы бұл 2 балдық сұрақ болған. Енді мына сұрақта так, көбейтінді, бөлінді болған кезде мына бөлінгіштің біреусі ғана бөлінсе жеткілікті. Ал мынандай қосылғыш болып тұрса, қосылғыш кезде мына 13 әрбір мүшесіне бөліну керек, яғни 104-ті бөлеміз 13-ке, көбейтеміз x-ті, қосамыз 143-ті бөлеміз 13-ке, көбейтеміз y-ті. Демек, әр мүшесін бөлу керекпіз, иә? Мына жақта мысалы 102-ге ғана бөлдік қой, x, y-тен жеке-жеке бөлген жоқпыз. Ал мына екінші есепте әрбір қосылғышқа бөледі екенбіз. Сонда әрбір қосылғышқа бөлген кезде бізде так, не шығады? 8x 143-ті бөлеміз 13-ке, 11 шығады. Демек, мына 11y. Біз мені қасиетті пайдаландық, бөлінгіштік қасиетті пайдаланып, өрнектің мәнін таптық. 8x қосылған 11y шығар екен. 4 балыңыз, пожалуйста, сізге өте жеңіл. Комментарийда мына есеп шығарсаңыз болады. 88 а бөлінген 11. Осы есеп шығарсаңыз болады. Комментарийға ответін жазыңыз. Келесі. Бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, теңдік тура болатында x-тің мәнін табыңыз. Мына x-тің мәнін табу үшін балалар, мына тура, иә, мысалы 30-ды қаншаға бөлсек, бізде 5 болады. 6-ға бөлсек. Демек, 24-ті 6-ға бөлсек, ол x-тің мәні шығады. Демек, 24-ті 6-ға бөлсек, x-тен 4 болады екен, иә? Дәл осылай 49-ды міне қаншаға бөлсек 7 шығады? 7-ге бөлсек 7 шығады. Демек, 63-ті де 7-ге бөлуіміз керек. X-тің мәні тең болады 9. Плюс тағы да 2 балл сіздерге. Ары қарай кеттік. 5-ші есеп. Мына теңдеуді шешіңіз дейді. Так, мен яқа жазып алайын. 172 минус x бөлінген 6 тең 26. Мына жақта бөлініп тұрса, балар. Мына бөлініп тұрса. Теңдіктің келесі бетіне көбейту болып өтеді. Мына жақта қай сан бар, соны жаза береміз. 172 минус x тең 26 көбейтілген 6. Сонда 172 азайтылған x 26-ны көбейтеміз 6-ға, бізде шығады 156, иә? 156. Енді сіздерге сұрақ. 172-ден қаншаны азайтсақ 156 шығады. X-тің мәні 172-ден азайтамыз 156-ны. Демек, қанша болады? 16 болады екен. Мәні 16-ға тең. Келесі 4 балл сіздікі. Мына есептің шығарылу жолы. Ары қарай кеттік. 6-ші сұрақ. Әдемі елкалар көрсетілген. Берілген оқиық. Жоғарыда суретте көрсетілгенде орман жұмысшылары қарағай ағаштарын белгілі бір заңдылықпен 4 қатарға отырғызды, яғни 5, 9, 17, 29. Яғни мына қатарда 5, келесі қатарда 9, келесі қатарда 17, одан кейін қатарда 29. Осы жерден не тауып алайықшы балалар бізге. Мына 9 бен 5-дің арасында 4, мына екеуінің арасында 8, мына екеуінің арасында 12. Қатар қалай өзгеріп жатыр балалар? Келесі, яғни 12-ге тағы да 4 қосқан кезде 16 болу керек. Яғни 29-ға қосамыз 16-ға. Келесі қатар, яғни 45 болу керек. Келесі қатар 45 болу керек. Егер заңдылық болса, онда 5-ші қатар қарағашын 45 болады, өте жеңіл есеп сияқты, менің ойымша. Так, басқа да екінші жолдары бар. Оны өзіңіз шығарсаңыз болады. Ары қарай кеттік. 7-ші сұраққа.
ауысайық. Асқар мен Саят қатарда жүріп келе жатыр. Асқардың қадамы 60 сантиметр, Саяттың қадамы 70 сантиметр. Қандай ең қысқа қашықтықта олардың қадамдарлары қатарласады? Мынандай есепті біз шығардық, яғни мына екі санның ең бізге кіші ортақ еселігі, яғни екеуі де бірдей қатарда болатынын анықтауымыз қажет. 60 және де 70 сандарының. Ауызша табуға да болады, дегенмен де біз ережесімен шығарамыз, иә. 60-ты жіктейміз, 2-ге бөлеміз 30, 2-ге бөлеміз 15, 3-ге бөлеміз 5, 5 және де 1. Келесі 70-ті жіктейміз, 2-ге бөлінеді, 2-ге бөлеміз 35, 5-ге бөлеміз 7, 7-ге бөлеміз 7 болады. 7-ге бөлеміз 7 деппін ғой. 1 болады. Демек, ең кіші ортақ еселігін табу үшін 60 пен 70 сандарының екеуінде де бар санның үлкен дәрежесін аламыз, иә. Болмаса ең үлкен ортақ бөлгішін табу қалай істесек мұнда? Екеуінде де бірдей сандарды көбейтетініміз, иә. Міне, екеуінде де 5 бар. Мына бізде қазір 5 пен 2-ні көбейтсек, біз ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Бізге ең үлкен ортақ бөлгіші керек емес, бізге ең кіші ортақ еселігі керек. Ең үлкен ортақ бөлгішті, яғни 10-ды көбейтеміз қалып кеткен сандарға. Қалып кетті ол бізде міне. Мынау, мынаған. Демек, 2 көбейтілген 3 көбейтілген 7, 6, 42, 42-ні 10-ға көйтеміз, 420. Демек, Асқар мен Саят ең қысқа қашықтық оларда 420 сантиметр жүргеннен кейін олар қатарласады екен. Мына тәжірибені осымен талдап аяқтадық. Сұрақтар болса, жекеге комментарийға қойсаңыздар болады. Сіздерге сәттілік. 90-ның соңында қалаған бағаларыңызға жетіңіздер.